Қараңыз, мынау әлемнің түнгі картасындағы оңтүстік Корея, солтүстік Корея және Жапония. Үш елдің арасында солтүстік Корея қара түнек. Сол қара түнектегі мына кішкентай жарық Пхеньян қаласы. Оңтүстік Корея мен Жапониядағы өмір қызып жатқаны түнгі картадан анық көрініп тұр. Сеул мен Токионың жарығы да тым көп. Ал әлемдегі халқы ең көп ел Үндістанда құдды бір той болып жатқандай жап-жарық. Дели қаласының жарығы да кең жайылған. Қытайдың оңтүстік шығысында жарық көп, себебі халқының 90% осы тұста тұрады. Қытайдағы ең жарық қала Пекин емес, Шанхай. Ал Тайвань аралында халықтың көбі батысында тұратыны анық көрінеді. Азиядағы ең жарық қаланың бірі Бангкок. Ал Малайзия астанасы Куала-Лумпурдың жарығы осындай. Таяу шығысқа келсек, Дубай мен Абу-Дабидің жарығы көзге шағылысады. Мекке мен Медина, Джидданың жарығы да Дубайдан кем түспейді. Келесі видеода Европа, Америка, Африканың жарығын тексереміз, сондықтан парақшама жазылып алыңыз.